Қатыгездікке толы кореялық фильм. Бұл «Я видел дьявола» фильмі. Осыдан бірнеше жыл бұрын көргенмін. 2010 жылы шыққан фильм. Бүгін соны сіздерге ұсынғым келеді. Осы видеоны түсіру үшін, еске түсіру үшін фильмді қайтадан көруіме тура келді. Расында да қатыгездікке толы. Басты рөлде Ли Бен Хо ойнайды, легенда. Бұл жерде оның қалыңдығын фильмде өлтіріп кетеді. Маньяк қатыгездікпен өлтіріп кетеді. Жүкті екеніне қарамастан өлтіреді. Басы шолып тастайды былай айтқан кезде. Одан өзінен тауып алады. Содан Ли Бен Хо кек алуын бастайды. Маньяктан өте қатыгездік жолымен дәл солай кек алуды ойлайды. Сондықтан да өте шытырманға толы оқиғалар болады фильмнің ортасында. Жалпы фильмнің барысында фильм 2 сағат 17 минут. Өте бір напряжениеде ұстап тұрады. Көріңіздер, көруге кеңес беремін. Әрине енді ондай қатыгездіктен қорықпаймын көремін десеңіздер, онда көре берсеңіздер болады. Нағыз кек алу дәл осы фильмде дер едім. Бұл фильмге маньякқа ешқандай да бір аяушылық білдірмейсің. Қайтама ол тезірек өлсе екен, оны тезірек өлтірсе екен деп тұрасың. Сондықтан да көріңіздер, көргендер болса ойларыңызды жаза кетіңіздер.